Неге біз инфо-цыганбыз? Өйткені көп инфо-цыган деп айтатындардың екі себебі бар. Комплексім көп адам болғанмен. Камераның арқасында комплекстар кетті. Даже грантты алып тұрса да, ары қарата кәсіпті жүргізіп кете алмайды. Назым, ақша болса болды, біз қырамыз деді ғой. Ақша болса болды, біз бүткіл любой бизнесті аяқтандырып аламыз деді. Негізінде грантты алуға келген кезде алды, ашуға қорықты. Отчетынан сауат жоқ. Жаңадан кәсіп бастайтындар грант алу үшін неден бастау керек? Мен 365 күн 3 жыл қатарынан тоқтамай тікелей эфир өткізген адаммын ғой. Арманыңыз не? Менің ойландырған сұрақ, иә? Хотя бы деген сөз жаман да бізде. Менде де болған ол. Иә. Хотя бы қалан шетінен бір жері деген сияқты. Үйіңде жорып жүрген балалардың мотивация емес пе? Ол нәрседен дұрыс сабақ ала білсең, дұрыс мысалы қорытындылай білсең, дұрыс. Ары қарай сен өсесің, точно өшпейсің. Бисмиллах, ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Бүгінгі кезекті подкастымыз, бүгінгі тақырыбымыз бизнесті дамыту. Мемлекеттік қолдау, гранттар және маркетинг. Яғни бүгін кәсібі бар жандарға дағы, кәсіп бастайтын жандарға да өте жақсы тақырыпты қозғағым келіп тұр. Бүгінгі подкастта ашық диалог болады, практикалық кеңестер болады және еш жерден көрмейтін мотивация алатын боласыздар. Және де қонағымыз бүгінгі ерекше. Олжан Инстаграмда өзінің ісін дөңгелетіп қана қоймай, мыңдаған кәсіпкерлерге шабыт беріп жүрген нәзік жан, практикалық білімге толы контент жасайтын, Инстаграмда 300 мыңға жуық оқырмандары бар, бизнес-блогер, маркетинг, грант, субсидия, қаржыландыру сияқты тақырыптарды қарапайым әрі түсінікті тілмен түсіндіріп жүрген нағыз эксперттердің бірі деп айтсам болады. Назым ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік, сәлеметсіздер ме? Мен өзімнің қырымнан көріп жүрген бойынша сізді айтып шықтым. Өзіңіз туралы оқырмандарға таныстырып кетсеңіз. Қайырлы күн баршаңызға. Есімім Назым Әли. Инстаграмда да дәл солай іздеп таба аласыздар. Бизнес-эксперт, жеке кәсіпкер. Жалпы осы нарықта кәсіпкерлерге қажетті ақпараттармен қамтуға барымды салып жұмыс жасап жүрген эксперттердің бірімін. Жалпы мемлекеттік қолдау, бизнес сүйемелдеу, мына маркетинг саласы, субсидия, несие, жалпы барлық кәсіпкерлерге маңызды тақырыптарды көтеруге тырысамын. Қош келдіңіз. Иә, бүгін енді ашық диалог болады. Себебі біз жақсы араласып қалған, танысып қалған жандарымыз. Одан бөлек мен сізді жақсырақ танимын. Және де мен білемін сіздің қандай қырларыңыз бар, ашылмай жатырған, барымша соны ашуға тырысамын, Алла қаласа. Ең бірінші сұрақ мынандай болып тұр. Жалпы кәсіпкерлікті қай уақыттан бастадыңыз и қалай келдіңіз? Мен халықаралық бизнес академиясында оқыдым. 2006 жылы мен 3-ші курста оқып жүрген кезде өзімнің қасымда араласатын қыздардың көбісінің уже бизнестары болатын. Ол кезде енді жастардың білетіні сауда ғой. Сол қасымда сауда жасап жүрген қыздарға қарап, сол кезде 2006-да студент кезде бір 2-3 точка ашқаным бар. Ол кезде джинсы тренд болған, жақсы болғасын, өзімізге өтетін болғасын, елдерге де өтетін деп көрінеді. Бижутерия саласында маржа өте көп деп сол бағытты дамыттым. Және тағы да қосымша киім бағытында бір тек қана кофталар сататын бір точкам болды. Сол кезде осы 3 точканы жүйелеп, сатушылар қойып, өзім студентпін. 2006 ма? 2006, сол кезде офлайн точка аштым. Ол кезде товарды біз Стамбулдан тасымаймыз, Қытайдан тасымаймыз, Бішкектен алып келеміз. Таңғы 4-те сумкаларымды алып, Сайран автовокзалына барып, сол жерден жолға шығатын едім. Сол кезде осындай офлайн точка ашып, сол жылдары анама норковый шуба сыйлағам студент кезінде. Одан 4-ші курсты толықтай оқуды өзім төлеп шықтым. Сөйтіп 4-ші курсты бітіргеннен кейін 2-ші деңгейдегі банкке жұмысқа орналастым. Бірақ мына жақтан табысым көп болатын. 2 аптада 1 рет барып касса шешіп кетем, күштілеп тұрып. Енді студент кезде студент үшін ол ауқымды қомақты табыс болды, бірақ әке-шешем қарсы болды.
кәсіп жасауыңызға? Жоқ, дәл бұл сауда, ол сауда үшін сен оқыдың ба, неге карьера жасамайсың, сен банкте істеймін деп айтқансың деген. Бірақ ол кезде банкке мен 30 мың теңге үшін ғана мені жұмысқа алды. 30 мың теңге жалақы аламын. Сол 30 мың теңгеге анандай саудан енді бір барғанда $800-900 спокойно шешіп алып кететін адамға барып банкте 30 мың теңгеге жұмыс жасау қиынға соқты. Бірақ солай әке-шешем айтқасын, ол точкаларды толықтай сатып жібердім да. Енді сол толығымен банкке кеттім. 8 жыл банкте жұмыс жасап жүріп, 2015 жылдары, жоқ, оған дейін 2012-лерде мен заңсыз сокращениеға түсіп қалам. Заңсыз сокращение, кішкентай балам бар, 3 жасқа толмаған, сөйтіп мәжбүрледі банктен кетуге. 5 жыл енді беріліп жұмыс жасаған жерім ғой. Еш нәрсе қараған жоқ, бірақ күнде болды, заявление жаз, кетесің деді. Сол кезде басқа жұмыс іздедім. Сол кезде бірақ бір ондай сезім болды да, бір басқа нәрсеге өзгеру керек деп. Өйткені қаншама жылдар бойы банктың методологиясын жазған адаммын. Бухгалтерияның дебет кредитін жазған адаммын. Қаншама документация жаздым. Сөйтіп енді ол теманың барлығын өзім білгесін жаңа нәрсені іздедім да. Сөйтіп басшыма кіріп бір ауыз сұрадым. Қалай ойлайсыз, осы методологиям дұрыс па, жоқ жаңа салаға кетейін ба дедім. Сен шамаң келеді, давай жаңа бағытты көр деді. Бір ғана ауыз сөз кеңеспен мен бір компанияға түсіп қалдым. Innovative Investment Solutions деген, білмеймін, маған атау қатты сатты өзін. Атауын түсінбедіңіздер. Атау өте күрделі болды, бірақ маған бір жақсы дүние болып көрінді. Барсам, мынандай бір том проект жатыр екен, бизнес-план дейді. Сосын міне осындай проекттер жазамыз деп айтты. Қандай жақсы деп, ананы көргім келіп, маған қызық болып баратыр енді, жаңа бағыт қой. Нөлден үйренесіз. Нөлден үйренесің деді, тестті мен провалила. Өте алмадым, собеседованияны дұрыс көрсеткішпен өте алмадым. Өйткені мен толығымен банк саласындағы адам, мен кәсіпкер позициясы маған қарама-қарсы болған. Мен мұнда банк ақша беруші ретінде қарайтым, ол жерде алушы ретінде қарау керек та. Сондықтан ол жерде провал болды менде. Бірақ банк саласында істеген маман ретінде маған басшы қызықты да, жұмысқа келші деп шақырды. Осы жерде, мысалы, 2006 жылы мен бір 5-6 оқитын бала екенмін, кәсібіңізден кетпей тұрып сұрап алайыншы. Сол кезде сізге жол, бағыт-бағдар көрсеткен жан болды ма, именно кәсіп бастаған кезде? Жоқ, ол кезде ондай мүлдем адам болған жоқ. Ал 2012 жылы осы жаңа салаға келген кезде ше? Бұл жаңа салаға келген кезде енді бұл жерде де мен тек жұмысшы ретінде келдім ғой. Мен менторство алған жоқпын, мен сабақ алған жоқпын ол кезде. Жоқ, ондай жандар болды ма ол кезде, жол көрсететін жан? Жоқ, болған жоқ. Жоқ, иә? Сол үшін ғой бізде сатып алмайтын едіңіздер, иә? Сатып аламын десең де аламайсың. Өйткені ол кезде ешкім ондай әлеуметтік желі дамымаған. Ондай адам айналамда жоқ, әрине. Бизнес жүргізетін подружкамнан сұрай алмайсың, өйткені ол айтады ғой, мен конкурент көреді ғой. Сондықтан ол маған бағыт-бағдар көрсеткен жоқ, бірақ мен ойлаймын да, сол кезде бағыт көрсететін адам болса, қысқа уақытта мүмкін нәтижеге жетер ме едім. Мен ол нәтижеге біраз күшім кетті, уақытым кетті, дегенмен плюсқа шығарып алдым да. Жаңа салада қай уақытта мықты маман болып қалыптастыңыз? Жарты жылда. 6 ай ғана уақыт кетті. 6 ай ғана уақыт кетті, өйткені менің қызығушылығым қатты болды. 24/7 көзім қызарып, ұйқы көрмеймін, үйге тек жуынып, киініп кетуге ғана барамын. Хотя үйде кішкентай балам бар. Сонда кәдімгідей қиын болды, бірақ былай басыммен кіріп тұрып жұмыс жасадым, өйткені өзіме қатты қызық болды. Сол кезде 800 миллион теңге қайтарымсыз гранттарға тапсыратын жобаларды жаздық. 800 миллион. Ол кезде ойлаңызшы. Сол кездері 5% несие алатын өндіруші компаниялардың жобасын жаздық. Өте ауқымды, көлемді құрылыс материалдарын өндіретін компанияға жаздық. Енді ондай ірі компания, енді айтуға да болмайтын шығар, бірақ өте ірі проектлер жаздық. Сосын маркетингтік зерттеу жүргіздік. Енді ойлаңыз, статистикада бізде неше түрлі сандар бар. Бірақ ол жерде сіз кабинетный исследование, бізге келеді клиенттер, статистика бізге авторитет емес, бізге реальный рыноктың картинасы керек деп келеді. Енді компанияларға звондап, сен сұрақтар қоясың, ол сұрақтар қойған кезде саған жауап бермеуге де болады оларға. Бірақ соны жауап беретіндей етіп хабарласуға үйретеді. Сұрау керексіз, иә. Сонда енді керемет нәрселер үйрендім. Мен 2 жыл сол компанияда жұмыс жасаған арқасында, осы күнге дейінгі барлық тәжірибем, білімім,
табыс деңгейім бәрі сол 2 жылдық жаңа алған тәжірибемнен деп айта аламын. Жемісін жеп келе жатырсыз. Иә. Ал енді Инстаграмға қалай келдіңіз? Инстаграмға атамекен былай болды. Мен Гуглда арқылы контекстный реклама беремін. Контекстный реклама деп енді біз таргетті білеміз, контекстный екінің бірін біле бермейді. Гуглда таргет жіберуге болады. Бизнес-план деп жазған кезде бірінші шығып тұрасың. Соған кәдімгі таргеттің функциясы сияқты тура солай жүргізесің. Сөйтіп контекстный реклама беріп жүрген кезде енді ақшасы бар адамдар негізі қызметті Гуглдан іздейді. Сөйтіп теріп бізді алады да, сөйтіп жап-жақсы енді ойлаңыз, мен бір заказды 1,5 миллионға алатын бизнес-планды. Соңғы бүткіл бюджетімді, енді таргетте бюджет деген білеміз бәріміз, бүткіл бюджетімді менің бір 500 мың теңге грант алатын едім, соған бизнес-план керек деп хабарласады. Оларға қайтып ондай бағаңды айтасың, олар шошып кетеді. Сөйтіп бүткіл бюджетім жеп қояды. Сонымен атамекен не екен деп бардым өзім. Сөйтсем мемлекеттен қолдау беріп жатыр екен. Кәдімгідей студенттерге алдынан кім шығады, алам деушілердің бәріне таратып жүрген кез ғой ол. Сөйтіп өзім де барып оқыдым. Сол жерде өте жақсы, есімін ұмытып қалдым, өте жақсы бір ұстаз болды, сабақ берген бізге. Сол кісі айтты, бизнес-план түсіндіріп жатты. Сосын мен айттым, бизнес-планды мен түсіндіріп көрейінші деп. Бір 2 сағат мен сол қатысушылармен ақпаратпен бөлістім. Негізі кәсіби деңгейде осылай жасалады, оның мақсаты осындай деп. Сол кезде бәрі таңғалып, неге бұл нәрсемен бөліспейсіз, неге әлеуметтік желіге шықпайсыз деп. Сөйтіп, иә шығам дедім, бірақ комплекс деген жатыр ғой. Комплекс, камера, ешқашан суретке түспейтін адам болған мен. Мүлдем, ол камера дегенді мүлдем мен қорқатын білмейтін. Сенбейміз. Қазіргі Инстаграмыңызға қарап. Енді қазір қарасаң сенбейсің, бірақ сол кезде кәдімгідей маған қиын болды. Өйткені өте қатты комплексім көп адам болған мен. Енді қазір ғой ол камераның арқасында қызық, камераның арқасында комплекстар кетті. Бірақ сол кезде мен оған тағы да келмес педім. Карантиннің арқасы ғой. 2020 жылы карантинге бәріміз отырдық. Сол моменттен менің парақшам дами бастады. 4 адам кіреді. 4 адаммен әңгіме айтамын ғой, 3 сағаттап. Сол кезде қанша ақпарат, мен ойлайтын бәрі мемлекеттік гранты біледі екен деп. Енді ойлаңыз, 42 мың 500 теңге ала алмай жүрген халық, жүріңдер мына жақта 5 миллион беріп жатыр деп мен айтамын ғой. Енді талай күлкіге де қалдым, талай сынға да қалдым. Білесіз ғой, қандай комментариялар болады, қандай хаттар келеді. Сен неде отырсың, не деген батпан құйрық ол, таныссыз алатын мүмкін деп ойлайсыз ба? Мемлекеттен қолдау жоқ деп жазатындар көп та, бірақ олар білмейді да, яғни сауатты емес. Сіз соңғы мезгілде осы грант туралы айтпай кеттіңіз, субсидия туралы айтпай кеттіңіз, неліктен? Негізі айтамын, бірақ осы грантқа мен қызмет көрсететін едім, бизнес-план жазу. Бірақ білесіз ғой, негізі бізде выгорание, мына жобаға қатысушылардан біраз кәдімгі состояние түсіріп жүретін қатысушылар болады. Грант деген нәрсені мен сауатты жеткіздім. Мен оған гарантия бере аламын да, сауатты жеткіздім. Қалай алуға болады, қалай істеуге болады. Бірақ көп адамдар, мен ойладым ғой, мына жерде бизнес ашу мүмкіндігін көріп жатыр деп. На самом деле көп әйел азаматтар оны просто бір тегін жатқан ақша, соны маған алып береді. Біз алып беретін адамға бергіміз келіп тұрады ғой. Барып алуға көмектесетін адам емес. Сонда мына бизнес-план сатып алсам, бұл маған грант алып беру керек деген нәрсе да. А грант ол конкурс. Бұл да бір білімнің таяздығы шығар. Бәрі айтады да, неге осыны мемлекет айтпайды деген неше түрлі подозрениялар болды ғой. Бірақ мемлекет оған маркетинг ақша бөлмейді ғой. Біз іздену керекпіз да. Біз ізденіп алу керекпіз оны. Енді 5 мыңнан аса адамға грант алуға жол көрсеттік. Машаллах, өте керемет. 5 мыңнан аса адам грант алды, бірақ 90% өкінішке орай бизнес ашпады. Сізден соны естіген кезде ойлағам, сонда олар грантты алу бір бөлек, кәсіпті жүргізу бір бөлек болып тұр ғой. Қазір сол осы менің подкасттарым, жалпы шығарылымдарым дейші, кәсіп жасап отырғандықтан, сол кәсіпті оңай жасау, болмаса кәсіпке қандай құралдармен дамыту деген сияқты шығарылымдар болып жатыр да. Сол үшін сізді арнайы шақырғам негізінде. Яғни адамдар ол даже грантты алып тұрса да, ары қарата кәсіпті жүргізіп кете алмайды. Дәлел, өзіме дәлел болды ғой. Маған былай келді ғой бәрі. Назым, ақша болса болды, біз қырамыз деді ғой. Ақша болса болды, біз бүткіл любой бизнесті аяқтандырып аламыз деді. Негізінде грантты алуға келген кезде алды, ашуға қорықты, отчетынан сауат жоқ, отчет беруден қорықты.
бірден ақша түсіп еді, ол ақшаны ипотеканың первоначалкасына құйып жібергендер болды, көлік алып алғандар болды, шетелге шығып келгендер болды ол ақшаға. Мен оның бәрін біліп отырмын. Сол үшін де маған сол кезде грант ұтқандар мен парақшамда қазір отырмайды. Өйткені мен дұрыс жол көрсеттім. Иә, бірақ арасында біраз адамдар болды. Сен қате істедің деді. Мен ол қателікті мойындаймын. Мен оны бірақ өйткені мен атеист деген жоқпын да. Мен ойладым, енді расында да ақша болса. Қандай қателік жасадыңыз? Енді расында ақша болса бизнес жүргізіп кетеді деп ойладым ғой. Адамдардың барлығы. Сонда маған айтты ғой, сен бірінші неге бизнесті үйретпейсің, содан барып грант алуды үйрету керексің ғой деді. Демек сіздің қазіргі жасап жүргеніңіздің барлығы өзіңіздің адамдардың, сізге келген адамдардың сұранысынан шыққан екен ғой, иә? Кез келген нарықтағы дұрыс нәрсе сұраныстан шығады. Маша. Бірақ соны тыңдай білген адамға. Мысалы, тіпті мынандай кішкентай дүкенге кірсең де, неге мынандай зат жоқ деген сөзге кішкене мән берші, кассаң бірден өзгереді. Кішкентай ғана мына клиенттің айтқан бір комментариясына құлақ ассаң, расында солай да. Соны тыңдай білгеннен бірден артынан бизнес сөмілеу шығады. Енді бұл ең үлкен көлемде сатылған проект болды. Өйткені көп адам мойындады. Расында білім жоқ. Енді ойлаңыз, бизнес жасайтын адам кішкентай ғана продуктовый магазин ашсаң да, иә, бүгін сол теманы сториста көтерген едім, кәдімгідей шу ете қалды. Көп адамдардың әлсіз жерін бастыңыз ба? Кәдімгідей андай бір жанды жерді бір сыздап тұрған сыздауықты деп мыж жібергендей болдым да бүгін. Қызық. Ойлаңыз, бір ғана бизнесте продуктын упаковать ету керекпіз, білесіз, иә, оны. Ода УТП болу керек, уникальный торговое предложение деген, ол онсыз жұмыс жасамайды бизнес. Ерекшелік болу керек сізде. Қосалқы зат сату керексіз, ай сайын конкуренттік анализ жасау керексіз. Маркетинг ол мүлдем үлкен сала. Логотип, брендбук, нейминг. Одан бөлек барлық площадкаларда жарнамаларды қамту. Одан бөлек жарнаманың текстін жазу деген бір үлкен бөл бар бізде. Табиғи 100% таза өнім деп қойып жарнаманы ұрамыз. Негізінде біз товар сатпаймыз, қызмет сатпаймыз, нәтиже сатамыз деп айтамыз, бірақ практикада оны істемейміз. Бәрі осы ақыл тыңдап алады, бірақ оны практикада істемейді. Ешкім нәтижені айтпайды, выгодын айтпайды клиентке. Сосын жалпылама менің продуктымды 15 жастан 45 жасқа дейін алады деп айтамыз. Ала береді деп. На самом деле олай емес. Қаншалықты сен заужать етесің, соншалық сатың дұрыс болады. Точный аудиторияға түсу, яғни нақты бір аудиторияға түсуіміз керек, иә? Иә, жарнама жазу ережесі бар. Сосын брендті таныту ережесі бар, оны білесіз, иә? Мысалы, мынандай продуктын танытып жатырмыз қазір. Мысалы, осындай жарнама деген бір тақырып бар. Акция мен бонусты біз тегін бере салсақ, болды акция бонус деп ойлаймыз. Негізі мүлдем олай жұмыс жасамайды. Кез келген акция бонус ол үлкен сатылымға итермелейтін инструмент та, біз тегін беріп жүрсек болды акция бонус деп ойлаймыз. Например, одан бөлек акция бонустан бөлек біз арнайы шаралар ұйымдастырмаймыз. Клиентті өзіме жақындатпаймыз. Мысалы, қайырымдылық жасау, қандай да бір бөлігін бөлу, социальный пакет ұйымдастыру. Енді оның барлығы маркетингке кіреді да. Енді маркетингке кірмес бұрын мен өзім білемін да, мысалы, жақыным, сіз де танисыз ғой? Менің құрбым грантты ұтып алды 3,5 миллион. Оны ештеңе жасамай бір 4-5 айдан кейін ба қорыққаннан ана ақшаны қайтарып берді ғой үкіметке ше. Ондайлар көп болды. Да? Ондайлар көп. Енді мына жерде айтып кетіңізші, жаңадан кәсіп бастайтындар грант алу үшін неден бастау керек? Бірінші бизнестен білім алу керек та. Сіз сенімді болу керексіз. Сол грантқа мен расында күшті бизнес бастап алып кетемін деген сенім болу керек та. Негізінде ол қыз өзі жобаны қорғады. Ешкім жазып берген жоқ. Өзінің идеясы. Бірақ ондай іске не үшін барады адамдар? Мақсаты ақшалы болды да. Мақсаты кәсіп ашу емес. Ал енді білмейтін жандар қалай жасайды? Енді қараңыз, ол 5 миллионды күшті көріп тұр да. На самом деле сол 5 миллион ай сайын 5 миллион алып келетінін түсінбей тұр да. Соны түсінсе, ол жасап кететін еді 100%. Тағы да бағыт бағдар көрсететін адам. Қандай қадам жасау керек кәсіпкер грант алу үшін? Грант алу үшін, егер де бизнес әдемі упакованный болса, расында УТП-сы мықты болса, ол бизнеске өзі мықты сеніп тұрса, ұтып алу оңай. Бірақ ол жарыс екенін ұмытпау керек та. Ол шектеулі орын бар. Ол жарыс. Ұтылу да мүмкін, яғни ұтпау да мүмкін, иә? Әрине. Бірақ бүгінгі таңда 9 түрлі грант бар. Мен тек қана бір грант түрін айтатын 5 миллион. Бүгінгі таңда 9 түрлі грант нарықта. Қандай екен айтып өте аламыз ба? 400 МРП грантымыз бар.
тәуелсіздік ұрпақтар 3 миллион гранты бар. Жас project, жастарға берілетін 1 миллиондық грант бар. Одан бөлек бізде асыл тас енді биыл бермейтін болды, бірақ She's Next деген 7 миллион грант шықты. Шыққанда енді біраз жыл болды жүріп жатқанына. Coca-Cola гранты бар. 20-80 миллион гранты бар, меценат гранты бар. Мысалы, осының барлығы нарықта бар гранттарды, бірақ осының бәріне бір жобамен қатысу мүмкін емес. Әр қайсының өзінің бағыты мен жаңағы ережелері бар. Сіз енді өзіңіз айтып өткендей, кәсіпкерлерді жиі жіберетін қателіктер маркетингті ұйымдастырмайды екен, иә? Ойламайды екен. Қатты ақсап тұр. Сол үшін де мен қазір мен жаңа айтып бітпедім, жаңа продукты, УТП, ерекшелену, қосалқы зат, конкуренттік анализ, маркетинг, команда образование, жұмысшы жалдау деген кезде бір үлкен бір бөліміміз бар ғой. Маған жақсы жауапкершілігі мол, жақсы маман керек деп айтамыз, бірақ өзінің ғана выгодасын айтып тұр да. Ол жұмысшы неге оған келу керек? Оған выгода ешқашан айтпаймыз. Сосын ойлаймыз. Сосын жұмысшы жалдайтын кезде ешқандай дайындық жасамаймыз. Оған ешқандай ресми құжат дайындамаймыз. Мен еще таңғалатым, күндігіне ақша төлейтіндерге таңғалам. Не үшін? Ол оған да жұғым емес, ол кәсіпкерге де тиімсіз. Команда образование, одан бөлек поставщиктер, техподдержка, мемлекет қолдау. Енді бұның барлығы бір кез келген бизнесте қамтылатын бағыттарда. Осының барлығын қамтыған адам кез келген бизнес жасауға болады. Бірақ бизнес ол ереже емес. Ешқандай ереже жоқ ол жерде. Мына бизнес дамып кетеді деген нәрсе жоқ. Мысалы, келеді айтады да, қандай бизнес қазір айналысқан дұрыс деген сұрақ қойды маған. 5 миллионнан аса бизнес идеялар түрі бар. Бірақ біреу сіріңке сатып байып жатыр. Біреу галош сатып байып жатыр. Біреу үйінде нан пісіріп байып жатыр. Бұл жерде қай бизнеске өзіңіз сенімдісіз, қай бизнес өзіңізге сенім ұялатады. Мысалы, болады, бой бермей продукты магазин ашатындар болады. Бой бермейді. Өйткені оған оңайда, ол ойлайды, полкаға товарымны қоям, и кассаға тұрап, елдер келеді алады деп ойлайды. Содан жүргіз алмағаннан тұрған жерім не то деген себепті өзіне тауып алады. Әртүрлі сылтаумен бизнесті жаба салады. Сіз енді бұл туралы өте жақсы түсіндіресіз. Мен сізді өзім танығаннан кейін парақшаңызда да көптеген ақпараттар бар да. Енді бізде қазір әлеуметтік желі дамып кетті ма, заман басқаша болып кетті ма, тегін ақпараттар беріп жатса, көп адам тыңдағысы келмейді. Керісінше сатып алғысы келіп тұрады, шынын айтқанда. Тегін берсең құнсыз көріп тұрады. Қазірдің өзінде қандай ақпараттар беріп жатыр осындай ютубта, подкасттарда. Сіздің парақшаңызға қарасам, тың деп қойып қояқшы, Назым-Али деген парақшаны, сол парақшада өте түсінікті айтып жатырсыз. Әр постыңыз, әр рилсіңіз өте түсінікті. Енді сондай құнды ақпараттарды тек қана тәжірибеден аласыз ба, әлде бір жерден оқып, сізде дамып отырасыз ба? Енді оқып дамып отырмау мүмкін емес. Инфобизнестің ең бірінші талабы, сен әрқашан дамып отыру керексің. Өзіңізде білесіз, өзіңізде курс аласыз. Мысалы, бәріміз курс аламыз. Мысалы, өзімізде обязательно ментор болады. Мен, например, менторсыз мүлдем өсе алмайтынымды білдім. Сол үшін мен бірінші орында ментор іздедім. Сосын ол оқып отыру, дамып отыру инфобизнестің бірінші талабы. Елер айтады да, сендерде себестоимость жоқ деп. Мен айтамын, не деген ақшалар бізді оқуға, курсқа. Бірақ енді менде 90% ақпарат практика. Тәжірибе. Неге біз инфо-цыганбыз? Өйткені көп инфо-цыган деп айтатындардың екі себебі бар да. Біріншіден бір құмалақ, бір қармайды шіртеді деп айтады, сөйтіп жаңағы елер қызығады да инфобизнесқа. Бұл эксперт, бұның ар жағында тәжірибесі бар, ол істеп жатқан ар жағындағы біздің закадр жасап жатқан еңбегімізді көрмей жатып, мынадан мен ақша тауып кетем деп бір нәрсені үйреніп алып, ертесі күні сатып кететін эксперттер көбейіп кеткен кез болды. Болмады емес, сол этап болды. Сол этаптарда әрине жаңағы біздің атымызға кір келді. Екіншіден инфо-цыган деп айтады, өйткені өз сондай болғысы келеді деп айтылды ғой. Қызық, өзі демек оны триггерейді. Өзіне сол, бұлар енді менде негізінде расын айту керек. Менде ойлағам осы инстаграмға келерген дейін ойлайтым, қалай күшті, камераға сөйлейсің де ақша таба бересің деп. Мен де солай ойлағанмын. Оның артында еңбекті ешкім көрмейді. Енді қазіргі таңда мен ойлаймын, инфобизнесте өзі іріктелді. Іріктелгеннен бұрын қазіргі аудитория негізі кім эксперт емес, уже айыра білетін заманға келді. Бірақ менде бар да, әлі бір 10 шақты, 15 шақты қыздар бір 5 миллион, 6 миллионнан ақша төлеген да. Не білім алмаған, не алмаған, шынымен, бірақ әлі күнге дейін бар.
мен ойлаймын ол үшін сақ болу керек шығар деп, иә, зерттеу керек шығар. Қандай кеңес бересіз? Мысалы, білім алғысы келеді қазіргі жастар. Тегін беріп жатырық, иә, білу бір бөлек, оны әрекетте жасау бір бөлек. Былайда біз мысалы мықты эксперт екенімізді біле тұра кейде қымбат сатқан кезде өзіміз бір ұялып тұрамыз ғой, ойбай мынау қымбат болып кетті ғой деп ойлаймыз да. Сөйтіп барынша қолжетімді болсын деген бағамен сатамыз, иә. Клиенттің позициясы мынандай болады да, қымбат болған сайын, значит, бұл жақта жаңағы батпан құйрықта көбірек деп ойлайтын сияқты. Бірақ мен өзімде де болды, сатып алып, жаңағыдай алған білімім болмай қалған. Бірақ ол жерден жақсы нетворкинг таптым. Мен ойлаймын, кез келген минустан плюс табуға болады. Менде мысалы бір қатысушы бар, 25 оқу сатып алым дейді. 25 обучение сатып алым дейді. Бірақ әлі результат жоқ. Енді 25-тің бәрі енді туфта емес қой. Туфта емес ау ішінде. Оның ішінде мысалы 25 жоп менде сабағым бар шығар, ол менің қатысушым бірақ соның өзінде менің жобамда да нәтиже жасаған жоқ. Неліктен? Өйткені білмеймін, бір чудо палочка бар деп ойлайтын шығар. Мүмкін ол тек қана оқудан ғана рахатын алады да, әрекетке жалқау шығар, мүмкін сенбейтін шығар. Бірақ мен ол жерде көбінде білмеймін қаншалықты айтуға бола ма, ол жерде бәрібір психология. Жоқ, жалпы негізінде психологияда бар, бірақ дегенмен де әрекеті жоқ адамдар ешқашан нәтижеге жетпейтін білемін да мен. Жоқ, жетуі мүмкін. Әрекетсіз. Ондай адамдарға бірақ сөз жеткілікті болады кейде. Мен білем, қатысушыларым арасында еш әрекет істемей, бірақ күнде қобырап тастаған адамдарды көп менде. Жоқ, сонда қалай? Әрекет етпей ақша тапты ма? Етті, әрине. Сол үшін айтып жатырмын ғой, әрекет бәрібір керек та. Негізі әрекет етпейтіндердің басы қатты істейді. Етпейтіндердің. Иә. Басы қатты істейді. Оны ашып айта аламыз ба? Оларға ашып айтуға болады, әрине. Әрекет етпейтін адамдарға тек қана команда құруды үйрету керек. Иә. Команда құруды үйрету керек та. Ол тек қана мимен басқарғысы келеді, бірақ соны дұрыс қолына инструмент берсең, алып кетеді. Яғни кәсіп бастағысы келеді. Мен енді естігем, кәсіпте жүргеннен кейін кәсіпкер өзі жұмыс жасайтын адам емес. Кәсіпкер жұмысшыларға жұмысты бөліп беріп, ұйымдастырушы адам ғой. Иә, ұйымдастырушы адам. Дұрыс, ұйымдастырушы адам, өзінің мақсаты бар. Кәсіпкер бола алады екен демек. Иә, өзінің мақсаты бар, өзінің четко мнениесі бар. Басқа адамдар күйеуім бүйтіп айтты, көршім сөйтіп айтты, ана грант айтып келген кезде бір кісі дейін рубрика болған менде. Бір кісі айтты, ол жақта адам болмаса бермейді деп айтты. Ол кісі кім? Бір көршім. Ол көршіңіз, ол гранттың комиссиясы болып көрді ма? Жоқ. Ол көршіңізде бизнес бар ма? Жоқ. Ол кім? На самом деле ол өзінің мнениясын бір кісі деп айта бағалын. На самом деле даже бір кісі де айтпаған. Идея. Өзі солай, өзінің ойын сол бір кісі арқылы айтып отыр да. Сіз маркетингке тоқталдыңыз, иә? Маркетингте көптеген қателіктер кетіп жатқанын біліп отырмыз. Сіз бірнешеуін айтып та өттіңіз, ал енді осы клиент жоқ деген көп адамдардың әлсіз тұсы ғой. Клиентті табу үшін сіз Google'де таргет жібердім деп те айтып қалдыңыз. Сізде қандай каналдар қарастырылады? Мысалы, бізде воронка продаж деп жатамыз ғой. Тек қана Instagram ба, әлде бір тағы бір каналдарды қолданасыз ба осы клиент келу үшін сізге? Дәл қазір әлеуметтік желідегі айтатын болсақ, тек қана Instagram. Даже TikTokқа уақыт таппай жатам, өйткені енді TikTok сізден оқыдым, білемін, жақсы, өте күшті инструмент. Бірақ мен андай TikTokқа көбірек энергиям керек екенін түсіндім. Иә, бұл TikTokқа негізінде мен кәсіпкерлерді оқытамын да, бірақ ол командасына задача беру үшін оқытамын. Одан мынадай сұраныс алу үшін, одан отчетность алу үшін ғана оқытамын. Біздерде уақыт жоқ қой, кәсіпкерлерде оны Instagramға шығып 2 сағат сатып отыратын, шынын айтқанда, иә. Сол үшін мен кәсіпкер сұраныс жасай алу үшін ғана оқытамын, бірақ сіз бір мықты қызыңызды командадағы отырғызып қойып, өзіңіздің кез келген қызметіңізді сол жақта сатқызу керексіз. Я оны білемін, TikTokта продажа бар екен түсіндім, сұраныс бар екен түсіндім. Даже мен тікелей стримдер өткізе бастаған кезде, неужели TikTokта ес-дұрыс әңгіме айтатын адам табылды деп жазғандар көп болды. Сауатты маман келді деп. Сондай бір комментариялар болды, иә. Бірақ маған мынандай көрінді да, мен Инстаграмды енді ұзақ дамыттым ғой. Енді қазір мысалы мынандай заманда, қазір Инстаграмға кіріп, ертесі күні үлкен продажа жасап, ертесі күні нормальный бір жақсы блогер болып кетуге болады да. Бірақ мен андай өте ауыр жолмен келдім. Қазірдің өзінде де ол мүмкін емес, Назым ханым. Қазірде кішкене. Бірақ менде бар кейстер. Да? Мысалы, жарты жылда жарты жыл керек, көрдің бе? Кемі жарты жыл керек.
бірақ бір рилспен де қазір қаншама продажа жасап жатқан адамдар бар да. Оны да бірақ оқыды удачный да. рилс. Иә, бірақ удачный Иә, рилс. болды, Онымен уже келісемін. продажасы кетті. Ондай адамдар бар да, бірақ біздікі өте қиын болды ғой. Иә. Өте қиын болды. Мен қаншама блогердан реклама алу. Мен бір Инстаграмның өзіне алғашқы жылы 10 миллион ақша салып тастаппын. Алғашқы жылы. Ол кезде аудиториям 30 мыңнан ғана асқан кез, соның өзіне мен 10 миллион ақша салып, қаншама, даже мен ақша төлеуге дайын адам болдым. Бірақ маған бағыт көрсететін, жүр мен саған бәрін дайындап берем, көрсетіп берем деген адам таппадым. Жалынан бәріне барам. Көрсетші, пожалуйста, қалай істеп жатсыз? Маған үйретші, ақшаңды төлеймін деп жалынам. Сонда сіздің қазір каналыңыз тек қана Инстаграм ба, сатылым каналы? Қазір тек қана Инстаграм, бірақ Таргетте барсыз ба? Таргетте бармын. Уақытша қосамыз. Бірақ өшіріп тастайтын кезіміз болады, өйткені үлгермей қаламыз. Одан бөлек Google'дағы біздің контекстный рекламаны қайта ребрендинг жасап, қайтадан жүйеге қойып жатырмын, өйткені арасында бұрынғы ауқымды жобаларымның клиенттерім звондап заказ жасайды да, сол кезде кісілерге кездесуге барып келгесін, қалай күшті деп бір сағынамын сол проектілерімді. Қатты сағынамын, өйткені ол басқа деңгей. Ол жерде сені қатты құндылығыңды білетін адамдар да, кәдімгі аяқтарынан тік тұрып, менің бір күндік уақытымды сатып алады 3 миллионға. Мен сіздің 15 миллионға барған неңізді білем, поездкаңызды. Иә. 15 миллион төлеп шақыртқан кездерде болды. Бірақ күнімді 3 миллионға сатып алады, сондағы барып біздің просто цифрымыз қарап айтып берші деп айтатын клиенттерім бар да. И оның мәселе даже ақшасында емес, сандарында да емес, сол кәсіпке қосқан үлесім. Жасап тұрғаныңызда. Иә, жақсы көріп тұрғаным, қосқан үлесімді көрген кезде, вау, күшті я деп қалам да. Машаллах, өте керемет. Енді мен сізді шақырған себебім, сіз нөлден бастадыңыз, және де қазір өте үлкен, 800 миллион деген 2012-дегі сумма болса, қазіргі суммалар енді миллиардқа ұласқан шығар деп ойлаймын. Стористарыңызда аз бюджетпен бастайтын кәсіптер туралы айтасыз, және өте нәтижелі шәкірттеріңіз көрсетіп жатасыз. Сондай бір жаңадан нөлден бастайтын жандарға бір 3 қадамды айтыңызшы. 3 қадам, бір бизнес болсын. Ол сүйікті ісіңді табу, нақты мақсатыңды дұрыстап қойып, соны жіліктеу. Мысалы, сенің ұялғың кеп тұр, үйің 100 миллион теңге тұрса, соны жіліктеп таста. Қанша зат сату керексің сол ақшаны табу үшін, соны 365 күнге бөліп, әр күнге бөліп тастап, күніне қанша сатылым жасау керексің. Оп-оңай болып қалады да ол адамға. Сосын үшіншісі, жан тұрған кезде бастап кету. Өйткені өшіп қалу оңай да. Мен мысалы тікелей эфир өткізіп жатқан кезде бәрі жанат, ертесің қарасың өшіп қалады. Кері жанат дейсіз. Мотивация деген 2 сағатқа шыдайтын нәрсе деп Айнұр айтады ғой. Иә. 2 сағаттық дүние. Сіз енді жеке брендтің жарқын үлгісісіз. Өзіңіздің ойып алған орныңыз бар, тұлғасыз. Сіз бана ұзақ жолмен келдім, қиын жолмен келдім Инстаграмға деп қалдыңыз ғой. Жалпы осы Инстаграм жүргізген кезде бізге маңыздысы жеке брендті қалыптастыру ма, әлде жарнамаға ақша құю ма? Контент жасау ма жеке бренд қалыптастыру үшін, немесе жарнамаға ақша құю ма? Қайсысы маңыздырақ? Контент беру. Контент беру. Сосын ең бастысы миссия деп айтар едім. Әр эксперт өзінің мықты миссиясын ұстанса, күшті болатын еді. Сіз енді осы миссияңызды ұстап алғансыз да, стористарыңызды қарасақ, бір жанып тұрасың. Менің өзім сторис өз жүргізеймін, сіз ұрсасыз ғой маған всегда. Сол стористі аудиториямен шынайы болу қаншалықты сіздің уақытыңызды алады? Уақытымды көп алмайды. Алмайды. Мүлдем көп алмайды. Бірақ былай да, бір күн шабыт келеді, 2-3 күн өшіп қаласың кейде. Ондай да болады. Өйткені біз процесске кетіп қаламыз ғой. Уже обучение келеді, сол адамдарға беріліп кетеміз да, кейде Инстаграмнан алшақтап қалып жүрмін соңғы кезде. Мен 365 күн 3 жыл қатарынан тоқтамай тікелей эфир өткізген адаммын ғой. Машалла. Өзін жақсы көретін адам. Демек деп айтайын, демек сіздің айтарыңыз болып тұр ғой. Айтатын нәрсе өте көп. Тыңдайтын құлақ болса дейінші. Енді қараңызшы, бүгінде клиенттер компанияға сенбейді дейді ғой, жеке тұлғаға сенім артады да, яғни адамға келіп жатады адамдар. Осы тұлғада сіз жеке брендсіз. Жеке брендсіз бизнес дамыту мүмкін ба? Мүмкін.
жеке брендсіз дамыту мүмкін, егер де сіз енді жеке бренд дамытасың, не жаңағы өзіңнің өніміңді, мысалы Coca-Cola компаниясы сияқты, мысалы Tide компаниясы, Procter & Gamble компаниясы сияқты өзіңнің кәдімгі кәсібіңді нарыққа қойып қоясың. Бірақ ол да бір товардың жеке бренді ғой, былай қарап тұрсаң. Яғни сен атқа жұмыс жасамасаң, әрине бизнес жүрмейді. Демек, жеке брендте қалыптастыру керек. Бизнес былай жүреді. Жақсы эксперт болсаң. Эксперт болмасаң, мақсатың тек қана ақша табу болады да. Сіздің енді бана айтып қалғанда сұраныстан шығып жатыр барлық өнімдеріңіз деп жақсы айттыңыз. Негізінде қазір көп адамдардың қателіктері сол. Әйел адамдар, енді мен аудиториям әйел адам болғаннан кейін, кәсіп бастайын деген кезде осылай өздерінде білім болмайды, сенімділік болмайды. Онымен қоса күйеулері бар ғой. Иә, соны айтайын жатырмын да, қолдамайтын адамдар. Сіз өзіңіз еще айтып қалдыңыз, ата-анам қолдамады деген сияқты. Сондай бір жаңадан кәсіп бастайтындарға бір-екі кеңес беріңізші. Жаңадан бастайтын кәсіпкерлер болса, мына айтады ғой, күйеуім қолдамады деп. Бірақ Айнұр апай күшті айтты да осы нәрсені. Күйеу ешқашанда басқа нәрсе айтпайды, ол ішіңдегі затты айтады да. Мысалы, өзіңнің ішіңде күмән болса, сол күмәнді күйеуің аузымен айтып тұрады. Сол үшін мына жерде саған выгодно да айту, күйеуім қолдамайды деп. Бірақ істеймін деген адамға қолдау керек емес қой. Қолдау керек па? Кел, мен қолдауға дайынмын. Машалла. Сіз қолдауға дайынсыз. Мысалы, эксперттер бар қазір, рахат қой, қолдайтын адам бар. Ақшаға сатып алуға болады. Кезінде ақша берсең де сатып алмайтын мүмкін кездер болды ғой. Сіз жақсы бір жағынан адамдарды тіл табысып түсіндіріп, психологиялық тұрғыда да жол көрсете алатын мамансыз, осы тұрғыда мысалға бастайын жатыр, кәсіп шешім шығарды, отбасынан, қоғамнан түрлі бір кері пікірлер шығып жатырған кезде қалай өзін қолға алса болады? Ондай кезде қалай қадам басса болады? Кедергілерді жеңуге не көмектеседі ондай кезде? Алдыңда бүйтіп мақсатың салбырап тұру керек та. Қайда бұрылсаң да ол сенімен бірге бұрылу керек та. Мақсатсыз? Демек, алдыңда мақсатың болмаса, мысалы менде Инстаграм жұмыс бастағанда туғандар маған күлген. Ой, блогерсымақ. Инстаграмда бүйтіп жүрсің, сөйтіп жүрсің дегендер болды. Күйеуім қолдамады емес те қолдады, бірақ ол мені кім не істеп жатқанын түсінген жоқ. Бірінші рет Шымкентке барған кезде түсінбеді, не мыналардың бәрі сені шайға шақырып жатыр. Рэкет болып кеткенсің ба? Не бәле мынау? Ол кезде өз мемлекеттік қолдау ойлап жүрмін ғой. Мен жаңағы Инстаграмда тек ақпаратпен бөлісіп жүрмін. Ол монетизацияны түсінбейді, ол проект деген түсінбейді. Сонда таң болған. Ол кейін келе түсінді ғой, не істеп жүргенді. Оның ойы былай болған. Елдің бәріне көмектес. Ол қайдан білсін, тегін нәрсені түсінбейді. Мысалы, қарап тұрсаңыз, істеймін деген адамға менің парақшамды кіріп полны қарап шықса, ақылы нәрсе алу қажет емес. Иә, бәрі тұр. Бәрі тегін тұр. YouTube каналыма кірсе де бәрі тегін тұр. Бірақ мысалы мемлекеттік қолдау қалай алам дейді, оны да тегін жазып салып қойдым. Неге? Өйткені гранттың ең бірінші грант туралы нарыққа айтып келген мен болдым. Қазір 2-ның 1 грант айтады да. Түсініксіздер де бар ішінде. Иә, содан кейін ары қарай енді эксперт болғасын постоянно даму керек болды. Сол үшін бар акцентім сүйемелдеуге қойдым. Қазір барлық акцентім маркетингте. Жайлап өсіріп жатырсыз. Иә, бірақ бүгінгі таңда грант түрі өте көп. Мемлекеттік жаңа қолдаумен берілетін несие түрі өте көп. 2,5%, 5%, 8%, беззалоговый несие 20 миллионға дейін болған дейін берілмеген. Қазір жылдан жылға бюджет артып жатыр. Демек, ол адамдар кедергіні жеңу үшін, кез келген пікірлерден алға басу үшін мақсаты айқын болу керек дедік. Енді ол мақсат айқын болып келе жатсақ та, ол қызық та, осы жерде айта кетейінші. Арманыңыз не? Менің ойландырған сұрақ, Арман көп қой деп айтамыз, Нақты бір арманым бар. Айта беруге болатын шығар. Америкада өзім оқуға жазылып қойғам, сол жаққа барып оқып келу негізінде. Ол арманды орындайтын құрал. Арманды орындайтын құралға жатады. Ал арман? Нақты арман, мақсатыңыз неде? Мақсатым. Мақсатым, енді ол үлкен мақсат, айтып көрейін сонда да, бір мектеп салғым келеді негізінде. Ол да сіздің мақсатқа жатпайды ғой? Ол жеке сізге қатысты нәрсе болу керек та? Қандай болуы мүмкін ол?
потребность. Мысалы бүйтеді, ой қойшы, арман көп қой деп айтады. Мысалы алдыма қаншама адам келеді ғой, разборды мысалы күніне 7-8 адам алады да. Сонда қызық маған осы сұрақ қою. Всегда осы сұрақты қоямын. Арманыңыз не дейсің? Арман көп қой деп айтады. Мысалы сізге мен кафеден сізге меню әкеліп бердім. Сіз айтасыз, мен тамақ ішкім келіп тұр деп айтасыз. Қандай тамақ екенін нақты айтпайсыз. Айтпайсыз. Мен тамақ ішкім келіп тұр деп стол тұрып отырсыз да. Менің мысалға Америкадағы сабаққа жазылып ағылшын оқып жатқаным, сол жаққа барып ағылшынша оқуым арман ба? Ол арманыңызды орындайтын құрал ғой. Арманымды орындайтын құрал. Енді сол арманнан оқысам, қандай мақсатыма жетем деген мақсат болу керек та? Түсінікті. Менің өзім қандай күшті инсайт алып жатырмын, машалла. Мақсат? Енді қараңыз. Мысалы сіз мына менюда бір тамақты таңдау үшін мен сізге айту керекпін. Мысалы сіз сұрайсыз, официанттан барып сұрайсыз, қандай тамақтарыңыз дәмді деп сұрайсыз. Мен сізге айтамын, мынау дәмді деп айтамын. Немесе сіз үйде мысалы бір жерден ішіп көрген тамағыңызды осы жерде кездестіріп қалсаңыз, соны айтасыз, Сіз білетін нәрсеңізді айтасыз. Сіз жеп көрген немесе мен сізге сипаттап берген нәрсені таңдайсыз. Тура сол сияқты сіздің мақсатыңыз сипаты бар, бағасы бар, сізге рахат алып келетін нәрсе болу керек та ол. Енді ол көбінде бізде қазақтарда көбіне мұқтаждық қой. Мұқтаждыққа жатады үй, көлік, саяхат. Осы мұқтаждық жабылмай жатады көбімізде. Егер мұқтаж жабылмаса, ол меценат статусқа өтіп, сіз бір артыңыздан іс қалатындай мешіт салып, мектеп салып деген нәрсе ол бекер да, өйткені мұқтаж жабылмаса, оны істеу екі талай. Енді бар шығар ондай адамдар, бірақ мен әлі кездестірген жоқпын. Жоқ, шынымен де. Бірінші бәріміз солай ғой, ақша тапқан кезде үй алғымыз келді, машина алғымыз келді. Саяхаттағымыз келді. Осы үшеу ғой басында. Енді миымызға Айнұрапа айтқандай самолет та кірмейді, остров сатып алу да кірмейді, мысалы да. Осындай нәрсені біз нақтыламаймыз да. Сосын білеміз, мысалы біз үй аламыз деп айтады, кейбір адамдар, мен үй алу керек деп айтады. На самом деле ол машину хочет. Үй алайын десе, еліне айтады, үй алмай жатып астына көлік мініп алған қайтейін деген сөзді ойлаймыз да, ананы арманды үйді қойып қоямыз. Енді ол анаяқта машина болып тұрғасын, анаяқта үй қойып алғасын, оған жету ұзақты. Орындалуы мүмкін, бірақ ұзақ та ол. И хотя бы деген сөз жаман да бізде. Менде де болған ол. Хотя бы қалан шетінен бір жүру деген сияқты. Осындайдан біз кішкене алшақтасақ, бизнес бастап кету, нәтижеге жету де оңай болады. Ең элементарный нәрсе ғой осы. Мақсат, арман дегенді күнде істейміз ғой. Шексіз болған дұрыс. Нақты болған дұрыс. Бағасы, визуализация дегенді көп айтты бізге. Помните, мысалы, визуализация, барып алатындай болып көріңіз. Мысалы, мен көлікті алуға барған кезде бірінші қымбат көлік алуға барған. Қалтамызда бір тиын болған жоқ. Кәдімгі қалтамызда ақша толып тұрғандай бардық. Біздер сөйтіп мектепте бүкіл проектісін қопарып тастағанбыз ғой. Сіздер шынысы неге шақырған, инвестицияға шақырған, сол кезде қызығушылығым артқан маған мектеп салуға. Видите? Сонда міне нақтысы болу керек та. Сосын сол ақшаны қанша кетеді, Иә. Қанша кетеді, ол қаншалықты саған расында сен оны хочешь, не хочешь сол жерден түсінесің да. Барып ана көлікті айдап көріп, ұстап көріп, отырып көрген кезде, ойбай, 40 миллионға машина, ой, сұмдық-ай деп кеткенбіз. 2 аптадан кейін барып сол 45 миллион қалдық қой. Машаллах. Енді біздер қазір көбіне мотивациямыз өшіп қалып жатады да. Бола ма сізде ондай, тіпті өзіңіздің оқырмандарыңызды қалай мотивация бересіз? Мен қатты былай мотивация беретін экспертпін деп айта алмаймын. Көрдім. Көбінде шындықты батырып айтатын адам деп айта аламын. Қиындау, кішкене есту. Ауыр тиеді, есту қиындау, ауыр тиеді. Сондықтан да мені көбісі жақтыра бермейді. Сосын мына шындықты айтқан кезде мойындау қиын болады да, сол жерден сынып кетіп қалады. Анаяқтан шешімін айтқанша уже кетіп қалады. Бүйтіп анаяқтан мықты шешім тұр ғой. Кесеш деп, сол енді мотивация деп мен ойлаймын, жан-жақтан мотивация демек, үйіңде жүгіріп жүрген балаларың мотивация емес па? Үйде балалар жүгіріп жүр, солар ғой мотивация. Қандай рахат деймін да, оқысы келген мектепте оқығаны, алғысы келген затты алып бере алғаның, соның өзі мотивация. Біз жан-жақтан іздейміз да, мотивация деп. Көп адамдардың бойы сол, неге өшіп қалдың десе, мотивациям өшіп қалды деп айтады ғой. На самом деле просто шүкіршілік. Сізге мотивация? Мен үшін мотивация балаларым. Балаларыңыз. Күшті ғой, мына балаларымның өзінің өмір сүргісі келетін деңгейде өмір сүруі мен үшін үлкен мотивация. Ал енді қазір көпшіліктің сұрағы,
кәсіп бастаған жандар болса, маркетингті түсінді, қаржыландыруды түсіндірді деп ойлаймын. Енді қаржыны басқару, ақшаны қалай басқарамыз? Үлкен бой ғой. Иә, үлкен проблема осы жерде жатыр негізінде. Біз енді қазір сіздің деңгейіңіздегі, сізден енді үлкен кәсіпкерлер келіп жатады, оны да қозғап кетсек деп ойлап тұрмын. Дегенмен мен енді қаржылай сауаттылықты, себебі сіздің ең жақсы тұсыңыз деп айта аламын мен оны. Иә, ол қаржылық сауаттылыққа мен өте көп мән бергем. Осы қаржылық сауаттылықты өзім практиковать еткем. Қалай басқарамыз ақшаны? Басқарудың бір басты ұстанымдар болу керек та. Ол басты ұстаным осы, мысалы, мынандай қадам. Мынандай нәрсемен салыстырып айтайыншы, мен 30 жыл болды саудада жүрмін. 40 жыл болды мен базарда тұрам. 20 жыл болды магазиннен шықпай продуктовый магазинде жұмыс жасаймын. Мен түсінбеймін да осындай нәрсені. Табыс көзі қалыптастырдың ба, сен сол ақшаны сақтай білу керексің. Дұрыс сақтай білгесін, қаржы қалыптасты ма, осы қалыптасқан қаражатпен сіз аз әрекет жасап көбірек ақша табуды ойлау керексіз. Яғни, мысалы, сіз продуктовый магазиннен капитал қалыптастырдыңыз ба, ақша сақтап жүрсіз ба, сол ақшаны мысалы көлік алып сат. Сен бір көліктен 2 ай продукты сатқан ақшадан артық таба аласың. Немесе квартираны алып сат, иә, например, ол аз қадам жасап үлкен қаражатқа өту деңгейі болу керек та адамда. Мысалы, 40 жыл базарда тұрмас үшін. Енді табыс көзін қалыптастырып үйрендің ба, дұрыс сақтай біл. Оны аз әрекетпен көбірек табыс табуды үйрен. Инвестор бол, өзіңнің жобаңа, басқалардың жобасына. Енді бізде басқалардың жобасына болу қиындау, өйткені бізде инвестор мен клиент, инвестиция тартушының қарым-қатынасы әлі қалыптаспаған. Сол үшін күшті өсіп келе жатқан кәсіпке долясын сатып алу дегенді практиковать етіп көрдім, жақсы нәрсе екен. Сосын өзіңнің кәсіпте, өзіңнің бизнестеріңе инвестор бол. Бірақ жұмысшы болма. Сосын меценат деңгейі болады, иә, уже саған ақша келіп тұр, сен уже игі іске көшесің да, уже мектеп сал, медресе сал, мешіт сал. Мен мысалы үлкен арманым осы жерде именно осы жақсы іске келгенде қазақтың дарынды балаларын Оксфордта, Гарвардта оқыта алатын деңгейге жетсем, өйткені ең мықты білімді адамдар қазақтар. Өйткені қараңызшы, номер 1 IT мамандар қазақтардан шығады. Мысалы, шахматта бірінші орынды алып жатқан кішкентай біздің қазақ балалар. Негізі біз біліміміз күшті болса, оған жақсы мүмкіндік берсек, өте қатты өсіп кетеді. Осы жағынан мен осындай бір бағытта қолға алғым келеді, талдағы уақытта. Оған жетеміз деп ойлаймын. Осы 5 этаптан өтсе, қаржылық тәуелсіздікке келесіз. Қаржылы табу, оны сақтау, сол сақтаған ақшасын көбейту. Инвестор болу, меценат болу. Машаллах, өте керемет. Қай деңгейде тұрғанды біліп жатырмын уже. Сіз айтып бастаған кезде, Назымхан, көп рахмет, өте үлкен бір өзімнің инсайт алып ойланып, уже сұрақтарыма жауап беріп отырмын да. Мынандай дүниені айтып кетіңізші. Уже біз табысы бар адамдарға айтып жатырмыз, иә? Проблемасынан өттік. Енді тіпті болмаса қазір біреу осы видеоны көріп отырған бекер емес. Демек, біреудің бір келесі левел дейміз ғой, уровені келіп тұр, келесі уровень келіп тұр. Демек, біреу қазір бастайын деп тұр. Қандай кеңес бересіз 2 деңгейдегі жанға? Кәсіпкерге және 0-ден бастайтын жанға. Кәсіпкерге жаңа деңгейге өту деген этапты көп анализ жасауға кеңес беремін. Және мықты орта. Күшті. Мықты орта, өйткені өте маңызды. Мысалы, мен осындай орта болады деп ойлаған жоқ. Мен инфобизнесқа келіп, осындай ортам болады, осындай күшті сіз сияқты кісілермен араласамын, қандай күшті бізде әңгімелер болады, өйткені орта маңызды да. Егер жан айқайыңда айта алатын адамдар, сен тыңдай алатын адамдар болмаса бекер да. Мысалы, сізге келіп, мен инфобизнестағы проблемамды айтып, мен сізге түсіндіріп, осы тақырыпты көтеріп, мен сізбен әңгімелесе аламын, талқылай аламыз, иә. Сол сияқты өсем деген кәсіпкерде сондай орта болу керек. Ол ортаны сатып алуға да болады. Мен мысалы сатып алдым. Мен де сатып алғам. Мысалы, мен Айнұр апайдың менторлығын сатып алдым, сол жерден ортада сатып алдым да. Күшті. Ол ортаны қаяқтан табамыз деп сұрап жатады ғой. Сосын жаңадан бастайтын кәсіпкерге тек сатуды үйреніп алыңыз.
Ол TikTok болсын, ол Instagram болсын, ол маркетинг болсын, тек сатуды үйренсе, ары қарай ол кәсіп бастап кету оңай болады. Грант та ала алады, да? Грант, несие, ол само Несие. собой болу керек дүние да ол. Қандай тіпті инфобизнестағы кәсіпкер болсаң да, мемлекеттік қолдаудан құр қалма. Бұл сұхбат менің ойымша тек қана бір мотивация, шабыт емес, нақты құрал, бағыт бағдар берген сұхбат болды деп ойлаймын. Себебі қаншама жандар бар қазір қалай алу керектігін білмейді, қай жерден қадалып жатырғандарын білмейді. Неге клиент жоқ деп ойлап жүр, клиент жоқ емес, бар екен ғой. Клиент бар, бірақ ана адасып жүрген біреу да, мынау мынаяқтан сата алмай жатыр, мынау мынаяқтан таппай жатыр. Соны бір тоғыстыратын точка мықты болу керек та. Соны табу керек, Иә, соны табу керек. Өнімдер сұраныстан шығу керек екен. Иә, әрине. Біздер көбіне қазір тек ақша тапсам, мына бизнесті бастасам, 12 шалбарды сатып, 700-ін тапсам деген сияқты, яғни бізде тек қана ақшаны ойлап тұрамыз, содан қадаламыз екен ғой, иә. Өзіміздің ойымызбен ғана, мен ана әсіресе киім сататындарға таң қаламын да, өзіне ұнайтын киімдерді алып келеді. Иә. И ол ренжиді, неге алмай жатыр деп. Ол өзіне ұнайтын киім басқа ұнайды, екі талай ғой. Сіздің бір басыңыздан өткен тәжірибеңізбен бөлісіңізші. Сабақ алған. Қай бағытқа? Кәсіпте? Иә. Осыны қайталамайтын едім деген жеріңізді. Мен өндірісті үйретуді қайталамайтын едім. Мен бөдене саласын жасаған едім. Бөдене проектісінде әрі естіді. Мен өзіңіз солдан қозғамасам ба деп отырғам. Жоқ, қозғау керек сияқты, өйткені бөденеде мен өндіріс үйретем деп білек тұрып кірістім мен. Сөйткен кезде мен бір нәрсені түсінбеппін да, демпинг дегенге мен дайын болмағам. Мен үйреттім, көрсеттім, мен мысалы жарнама жазғанда да мен мұқият болдым. 18 миллион табыс, 30 мың топ тұрған құс болған жағдайда деп айтылған. Ешқандай ол жерде қателік жоқ екенін білемін да. Бірақ адамдар естігісі келген нәрсені ғана естиді екен ғой. 18 миллионды естіген, 30 мың топ тұрған құсты естімеген. Сонда мен осы нарықты үйреткен кезде демпинг дегендің қаншалықты қиын екенін дайын болмадым. Рискке. Демпинг ол риск емес, демпинг ол бір-бірінің бағасын құлату. Қытаймен товар бизнесінде жаңағы көп салада, Каспийде көп демпинг мысалы. Демпинг ол көп жерде. Как будто тек бөденеде қандай болғандай көрді, мысалы қатысушылар. На самом деле олай емес қой, ол қаншама салада бар. Сосын осы демпингке шыдамай жауып жүрген адамдар көп болды менде. Бірақ Аллаға шүкір, әлі күнге дейін жасап, кәсіптерін көбейтіп, осы бағытта жұмыс жасап жатқаны бар. Өзіміздің де кәсіп бұл бағытта жұмыс жасап жатыр. Сынап сұрайтын, не болды бөденең дегендер бар ғой. Сынап сұрайтындарға айтамын да, шүкір жүріп жатыр. Отырмыз. Мен айтамын да, смол дүкендерінде біздің өнімді көрсеңіз, грант құс өнімдерін, ол жүріп жатыр деген сөз ғой. Мен үшін бар бұл, ешкім апарып қойған жоқ қой. Міне осындай өндірісті үйреткен кезде жалпы өндіріске әлі халықтың деңгейі дайын емес екенін түсіндім. Енді сіз өзіңіз дайындап алу керексіз, себебі сіздің деңгейіңіз өсіп кетті да, сіздің оқырмандардың деңгейі демек. Жоқ, өндіріске үйрететін кәсіпкерлердің мүлдем ой жүйесі мүлдем басқа болу керек екен да, мүлдем басқаша алып келу керек екенін түсіндім. Бірақ әрине мен енді өкінем деп айтпаймын, өйткені бір жаман жері бізде мына қатысушылардың бір шүкіршіліктер жоқ та, шүкір зато көрдім, істеп көрдім, жасадым. Мысалы, как будто жабылған осы бизнес қана сияқты. На самом деле қаншама продуктовый магазин жабылып жатыр, қаншама үлкен өндірістер жабылып жатыр. Бірақ мына жерге бәрін айналдырып алып келіп осы жерге тықты да. Енді именно сол жоба мен сағымды кәдімгідей сындырды. Мен кәдімгідей осы нарықтан кетемін деп шешкен кездерім көп болды. Осы бір өте бір ауыр этап болды мен үшін. Өйткені сыншылар өте көп болды да. Сынап келген, бір андай өзінің ішіндегі бір барлық андай негативін кеп саған құйған осындай қатысушылар болды, бірақ енді бәрі емес. Мен ойлаймын, бұл жобадан бір ғана адамның өзі нәтиже шығарса, значит бұл провальный бизнес емес. Просто менің қарым-қатынасымда мен сол мүмкін сынды көтере алмай қалған шығармын. Ал ол сондай қиын кезеңнен кәсіпкер қалай шығу керек? Демпинг ол уақытша ғой. Сол демпингтің уақытша екенін мен айтқан едім да. Уақытша айтпесе мен барлық әрекетім істедім. Біз Қытай, Дубай, барлық экспорттың да бағыттарын зерттеп көрдік. Тиімсіз болды, өйткені олар үлкен көлем сұрады. Мына айтсаң, сен бір өтірік айтқандай боласың да. Осындай бір моменттер болды, бірақ мен қолымнан келгеннің бәрін істедім.
Мен ешқашан жобама мен сен жұмыртқаңды сатып аламын деп шақырған емеспін. Бірақ басқа адамдар болды да сөйтіп шақырған. Сол адамның ақпаратымен шатастырып келіп сын айтқандар болды да. Бірақ мен мына жерде барлық қолымнан келгенін істедім. Но мүмкін енді осы бағыт әлі алда уақытта дамиды, мүмкін сол кезде көздері жетер. Себебі шыдағандар шыдап қалды дейсіз ғой. Шыдап қалды, иә. Демпинг ол уақытша нәрсе. Ешқашан ол демпинг ұзақ болмайды екен. Ол бәрібір өзінің уақытында бітеді да, қайтадан орнына келеді екен. Өйткені біз сол кезде жұмыртқаларды расында арзан беруге тура келді. Уақыт өтті, мысалы осы жылы өте жақсы бағада сатып жатырмыз. Себебі шыдай алмағандар нарықтан шығып кетті. Демпинг ол бәрі уақытша нәрсе ғой. Ешкім минусқа жұмыс жасамайды ғой ұзақ уақыт. Арзан берген адамдар ол бәрібір минусқа жасап жатқан адамдар ғой. Бұл жақта демпингқа шыдап берсек шыға алады екенбіз. Ал енді адами тұрғыда сізге қатты әсер етті ғой. Иә, қатты әсер етті. Эмоциялық тұрғыда сондай кезеңде сіз қалай жеңдіңіз? Мен жеңдім деп айтқанда бұл жерде енді анализ жасадым, көп анализ жасадым. Барлық айтылған сөздерге анализ жасадым. Бірақ расында мына жерде менің қатем болды деген нәрсеге мен ондай ешқандай факт көрген жоқпын да. Өйткені мынандай комментарий болды. Сен жарнаманы дұрыс жасамадың дейді. Қай жерінде? Анализ жасап қарасам, менде дұрыс емес жарнама болған емес. Мен расында осы кәсіптің барлық плюстарын дұрыс айтқам. Көлемді де дұрыс айтқам. Ол көлемді неге сол көлем 30 мың неге айтылғанының себебі де болды. Өйткені өз көзімізді көрдік та. Осындай мына Өзбекстанда мысалы сондай көлемде 2-ның бірі ұстайды. Мысалы да. Міне осындай моменттер көп анализ жасадым. Сол анализ жасаған арқасында негізі бәрі дұрыс. Бәрі жақсы. Қиын тиді ғой сізге бәрібір. Қиын тиді, иә. Қатты қиын тиді. Өйткені менің ойымда мен өндіріске үйретем. Өндірістің деңгейін көрсетем деген менде ой болған еді. Бірақ ол менің ойым ақталған жоқ. Дегенмен ол бағытта жұмыс істеп, әлі міне смолға күшті өнімдерін тапсырып, жұмыс жасап жатқан адамдар бар. Ол ашық айту керек. Міне деп те көрсете аламын. Өзіміздің де кәсіп жүріп жатыр. Бірақ сол кездегі мына халықтың ожиданиясы басқа болған екен да. Ауыр тиді, оны мойындау керек. Енді қазір біздер кәсіпті де жүргізіп, инфобизнесті жүргеннен кейін кәсіпкерлерге көбірек тоқталып жатырмыз ғой. Енді осындай арамызда инфобизнесте жүрген эксперттер де бар. Өзінің өнімі жақсы болса да, нәтиже шығармағандар осындай ауыр сынақ алып, депрессия алғаннан тұра алмай қалғандар бар да. Сондайға бір кеңес беріңізші. Сіздің дәл осы кезеңнен өтіп жатқан жандарға. Тоқтамау керек болды. Өйткені ол нәрседен дұрыс сабақ ала білсең, дұрыс мысалы қорытындылай білсең, дұрыс ары қарай сен өсесің, точно өшпейсің. Машаллах. Көп рахмет. Сіздің ашықтығыңыз, сіздің тәжірибеңізбен бөлісуіңіз енді менің көрермендеріме, осы подкастты көргендерге пайдалы болады деп сенемін. Сізден мен өзім былай осылай ашықтығыңызды білемін да, бірақ өмірде көп адам айтып жатады, ол кісі интроверт сияқты. Мен айтамын ғой енді, Назым Алиге баршы деп жүреміз ғой, жүрген жерлерімізде. Сол кезде жатады да, ол кісі интроверт сияқты деп жатады да, мен айтамын, жоқ, ол кісімен тек бір рет танысып алсаң болды деген сияқты араларыңызда кәсіп бастаймын, кәсібімді жүргізгім келеді, оны дамытқым келеді, грант, субсидия, несиелер, қайтарымсыз гранттар деген сияқты барлық ақпарат алғыларыңыз келсе, Назымхан сіздің инстаграмыңызды қойсақ болады ма? Инстаграм және ютубта да канал бар. Бәрі тегін ақпарат. Екеуінде қойсаңыздар болады. Тегін ақпарат өте көп, сатып алу шарт емес. Сосын ешқашанда ешкімнің сабағын алмаңыз, егер ол эксперт сізге сөйлеген ұнамаса, түрі ұнамаса, бір қылығы, дауысы ұнамаса, сосын сатып алу осақ сатады деген ой болып тұрса сізде, лучше алмай қойыңыз. Өйткені сенім артып, расында ұнатып келген адамнан 1000% нәтиже шығады. Машалла, рахмет көп. Мен ойлаймын, сіздерде сұрақтар туындайды міндетті түрде. Енді кәсіпте жүрген жандарда одан да көп сұрақ болуы мүмкін. Төменге комментарийға қойсаңыздар болады. Назымханға арналған сұрақтарыңыз болса, мүмкін келесі подкасттарда тағы да бір кездесіп қалармыз. Сұрақтарыңыз сіздердің егер көп болатын болса, одан бөлек Назымханның төменге инстаграм парақшасын, YouTube каналдарын қалдырып кететін боламыз. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге көп рахмет. Ашық сұхбатыңызға, шынайы болғаныңызға. Енді алтын уақыт қой қазіргі таңда, маңыздысы. Енді менің көрермендеріме бір ауыз тілегіңіз болса.
жаңа айтып отырмыз ғой, сынып қалдық, негатив болды. Мен кейін түсінгенім, ол нәрсе барлық жерде бар екен ғой. Даже сетевой бизнесте, продуктовый. Мысалы, маған кеше садик жапқан бір кісі келді. Ата-ана жаңа баласы болмаған жерден жала жауып, осы полиция шақырып, міне кеше бизнес жауып тастадым. 2 садигін бірақ жауып тастадым деген кісілер болды. Любой бизнесте ол нәрсе бар екен. Бірақ сол нәрсеге шыдау керек екен да, содан дұрыс қорытынды жасап, жаңа деңгейге өту керек. Тілегім тек қана біліміңіз мықты болсын, береке болсын, әр отбасыда береке болсын. Байлық маңызды емес, береке маңызды. Кейде болады, мысалы, айтады адамдар, ойбай 1 миллиард таптым деп жатады, бірақ берекесі жоқ. Кейбір адамдар болады, мен айына 2 миллион табамын дейді. Сондай берекелі өмір сүреді. Осындай алушы емес, берушілердің қатарынан болыңыздар. Осындай подкастқа шақырғандарыңызға рахмет. Студияда күшті, мынау түсірілімде жақсы ұйымдастырылған, сұрақтарда әдемі болды. Ең басты осы подкасттың миссиясы сізге пайдалы ақпарат беру. Бір іс жақсы нәрсеге бір себепші болу, ол көрініп тұр. Сіздерге көбірек күшті қонақтар тілеймін. Амин. Осындай подкастқа ақша төлеп келетіндей деңгейге жетсін подкасттарыңыз. Амин. Барлықтарыңызға тек байлық және бақыт тілеймін. Және біздің бұл подкасттың спонсоры бар. Енді 6 айға дейін бұл подкастта бізде енді YouTube'та табысқа емес, көрермендерге пайдалы болу мақсатында жүргізіп жатырмыз. Сол себепті бұл шығарылымдардың спонсоры бізде Coin Life компаниясы, және сізге келген арнайы қонақтарымызға сыйлық. Арнайы осындай сыйлығымыз бар, ерлерге және әйелдерге арналған Coin Life өнімдері. Бұл енді сіздің үйіңізде де бар, қолданып жүрген өніміңіз, дегенмен де артықта кетпейді. Бұл ешқашан артық етпейтін өнім ғой. Осы шампуньді шығаруға да сізге шығарсаңызшы, істесеңізші деп. Себепкер болған жансыз. Бұл жаңағыдай расында қосымша кондиционерін бөлек, маскасын бөлек алудың қажет етпейтін өнім. Кеңес берем. Өте жақсы өнім. Рахмет, игілігіңізге қолданыңыз. Ал сіздерге подкаст ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер және пікір қалдырыңыздар. Сіздерге берер кеңесім, кәсіпке нақты қадам жасағыларыңыз келсе, бүгіннен бастаңыздар. Келесі шығарылымда кездескенше.